Құрметті әріптестер, БЖБ ТЖБ талдаудың ең оңай жолын сіздермен бөліспекшімін. Әуелі арнама тіркеліп, видеоларды қарап, қолдау көрсете отырыңыздар. Ең оңай жолы күнделік кезекке кіреміз. Сол жерде есептер деген бөлім бар, я. Сол есептер бөліміндегі үлгерімі деген жердегі төмен жағында БЖБ және ТЖБ талдауы деген бар. Сол жерді басамыз. Ары қарай 1-90 деген таңдаймыз. Одан кейін пәнді таңдаңыз деген жерден өзіңіздің пәніңізді таңдап аласыз. Мен әрине қазақ тілін таңдаймын. Және астында сынып деген жерден әрине сыныбын таңдайсыз. Сол кезде есепті құрастыру дегенді басамыз. Осыдан кейін жоғары жағында қарап отырсаңыздар экспорттау деген бар. Соны басып өзімізге көшіріп аламыз. Міне жоғары жағында скачать етілді материал Excel форматында, және оны ашамыз. Және керекті жерді өзімізге выделить етемізді копировать етіп аламыз. Сосын рабочий столға келіп, документ ашамыз. БЖБ ТЖБ талдау 5-ші сынып деп сыныпты жазып қоямыз. Себебі мен 5-ші сыныптікін алдым қазір ғана. Сол жерге біз документтің ішіне кіріп, жаңа көшіріп алған мәліметімізді ставить етеміз, қоямыз. Міне документімізге қойдық, бірақ әрине кейбір жартысы дұрыс көрінбей қалады. Ол кезде кестені жылжыта отырып, барлығы көрінетіндей қылып, өзімізге келтіріп аламыз. Міне жоғары жағында кестені жылжытатын жерлер бар, соны жайлап жылжытып, бір қалыпқа түсіріп келтіріп аламыз. Міне мына жерде сынып тұр, оқушылардың саны, мұғалімнің аты жөні деп барлығы жазылып тұр. Міне керек мәліметтер. Мақсаты деген жердегі өз мақсатыңызды жазасыз осы БЖБ ТЖБ талдаудағы. Және мына жақта 1-ші, 2-ші БЖБ-лардың және ТЖБ-лардың бағалары, балдарымен, проценттермен шығып тұр. Міне үлгерімі де шығып тұр. Оның астында қол жетілген мақсаттар, жаңа қиындық тудырған мақсаттар, соны өз документіңізден көшіріп әкеліп сол жерге ставить етіп қоясыз. Сосын міне мына жерде оқушылардың аты жөні түгел жазылып тұр. Қай бала 4-ке жазды, қай бала 5-ке жазды, соның бәрі жазылып тұр. Енді сіз тек сақтап аласыз да, ары қарай да келесі сыныптардың БЖБ ТЖБ-ларын солай жасай бересіз. Құрметті әріптестер, мен айтқан ақпараттар ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, басқа да әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыз.